Кәсіптік білім беру бүгінгі таңда білім беру жүйесінің маңызды салаларының бірі болып табылады. Осы бағытта жүйелі жұмыс жасап жатқан білім ошақтарының бірі Қаскелең қаласында орналасқан Санжар Жандосов атындағы кәсіптік техникалық колледжі. Іргетасы 1986 жылы құрылған бұл мекемеде студенттер 6 мамандық бойынша тегін білім алуда. Атап айтсақ, автомобиль көлігіне қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану, дәнекерлеу ісі, тамақтандыруды ұйымдастыру, тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу, шаштараз өнері және сәндік косметика, ферма шаруашылығы. Жыл сайын колледжден аталған мамандықтарды игерген 200 түлек ұшып шығады. Бұл білім мекемесін 2014 жылдан бері профессор Қыдырбекұлы Алғатбек басқарады. Ол өзісін жетік білетін тәжірибелі маман, бірнеше ғылыми еңбектердің авторы. Білікті басшы кәсіптік техникалық мамандықтардың жоғары сұранысқа ие екендігін алға тартады. Аталған колледжде болашақ мамандарды даярлауда оқу процесін өндіріспен байланыстыруды үнемі басты назарда ұстайды. Студенттердің көбі өздерін жан-жақты көрсету барысында жұмысқа орналасуға жолдама ала алады. Сонымен қатар колледж кадрлық ресурс құрылуына да қызығушылық танытатын өте сәтті дамыған компаниялармен, мекемелермен, фирмалармен ұзақ жылдар бойы серіктес болып келеді. Алматы облыстық кәсіпкерлер палатасымен және әлеуметтік серіктестермен бірлесе қызмет ету туралы келісім жасалып, 3 жақты меморандумдар бекітілген. Олардың қатарында Элкос, Дәулет Серпін 603 жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері, Қаскелең автопаркі, Алатау жарық компаниясы акционерлік қоғамы, Алтын жұлдыз тігін цехы, Бомбарбия Кергуду және Хамапарк мейрамханалары және тағы басқалар бар. Колледждің оқу материалдық қоры қазіргі заманғы интерактивті технологиялармен және түрлі үлгідегі құрылғылармен жабдықталған. Олар 32 оқу кабинеттері, 7 зертхана, 10 шеберхана, 15 интерактивті тақта, 15 мультимедиалық проектор, 104 компьютер, 20 600 дана кітап қоры бар кітапхана, 50 адамдық оқу залы, акт залы, мәжіліс залы, студенттік асхана, жатақханамен қамтамасыз етілген. Студенттер оқу шеберханаларында теориялық білімдерін ұштастыра отырып білім алады. Шеберханалар арнайы технологиялар кабинеттері мен зертханалар ең жаңа құрылғылармен жабдықталған. Бастысы жоғары деңгейлі кәсіби педагогикалық ұжым жасақталып, оқытушылар мен студенттер арасында тиімді білім жүйесі мен тәрбиелі орта қалыптасқан. Бәсекеге қабілетті маман даярлауда колледжде 65 инженер-педагог қызметкерлері бар. Оның ішінде экономика ғылымдарының кандидаты, ғылым магистрлері, жоғары санатты мұғалімдер бар. Олар халықаралық, республикалық, облыстық білікті арттыру курстарынан өз білімдерін үздіксіз жетілдіріп отырады. Германия, Франция сияқты шет елдерде тәжірибе алмасып тұрады. Колледж мұғалімдері мен студенттері үнемі түрлі жобаларға, ғылыми зерттеу жұмыстарына, байқауларға қатысып, жеңіс тұғырынан көрініп жүр. Осы орайда айтарымыз, құрметті жас түлектер, егер сіздер кәсіптік техникалық мамандықтарды игерем десеңіздер, Санжар Жандосов атындағы колледжінде тегін білім алу мүмкіндігі бар екенін естеріңізде болсын.